Сәлеметсіздер, баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін сіздерге 2,5% жастарға арналған кредит бойынша бизнес жоспардың үлгісін түсіндіретін боламын. Бұл бизнес жоспарды қалай толтырамыз? Бірінші бөлімде қарыз алушының, яғни несие алушының атауын, ИП-ның атауын, заңды мекенжайын ИП немесе шаруа қожалық, фермерлік қожалық, нақты мекенжайын, бұл тұрғылықты жері бойынша, ЖСН, бизнес сәйкестендіру номері немесе, яғни егер сіз жеке кәсіпкер болсаңыз, ЖСН-іңіз көрсетесіз, ал егер сіз шаруа қожалық болсаңыз, БСН-ді толтыратын боласыз. Қызмет түрі, қандай қызмет түріне ашылған, жұмыс тәжірибесі. Бұл мысалы мал шаруашылығы немесе тігін шаруашылығы бойынша болса, тігін шаруашылығы бойынша 2 жыл жалдамалы жұмысшы болып жұмыс жасағам деп толтырып қойсаңыз болады. Бастапқы тіркеу, қайта тіркеу күні, куәліктің номері дейді. Бұл жерде ИП-ның немесе шаруа қожалықтың тіркелген күнін толтырамыз. Егер қызметкерлердің саны жұмысшыңыз болса, жұмысшыңыздың санын көрсетесіз. Меншік иесінің жеке куәлігінің номері. Паспорт бойынша толтырылады бұл жерде. Туған күні және орны Министерство юстиции немесе МВД РК деп толтырсақ болады, ішкі істер министрлігі. Отбасы жағдайы және еңбекке жарамсыз балалардың саны деп тұр. Бұл жерде отбасы, көп балалы отбасынан шықтыңыз ба, немесе егер еңбекке жарамсыз мүгедек баласы бар болса, соны толтырып қойсаңыз болады. Байланыс деректері, телефон номеріңіз толтырылады. Екінші бөлімде кредит қаражатын мақсатты пайдалану. Қаражатты пайдалану бағыты. Мал шаруашылығы болса, мал шаруашылығы, тігін болса, тігін, шлакоблок өндірісі болса, шлакоблок өндірісі, өзіңіздің қай бизнеспен айналысасыз, сол бизнестің бағытын жазасыз. Бұл жерде екінші бөлімде сіз бұл кредиттік қаражатты қайда жаратасыз, соны ашып анық көрсететін боласыз. Екінші өлшем бірлігі. Дана, килограмм, бас деп тұр. Мына жерде сіз бас деп, мал шаруашылығы болса, бас деп жазасыз. Егер құрал жабдық алатын болсаңыз, дана деп көрсетесіз, ол өлшем бірлігін. Одан кейін санын жазасыз, бағасын жазасыз. Саны мен бағасының көбейтіндісінен жиынтық сомасы шығады. Оның ішінде бөліп көрсетесіз. Қарыз есебінен, яғни кредит есебінен 5 миллионға дейінгі сума, сіздің сұрап отқан сумаңыз, сол суманы бөлек жазасыз. Бұл бизнес үшін өз қаражатыңыздан, қалтаңыздан қанша ақша қосасыз. Егер шикізатқа беретін болсаңыз, меншік қаражатынан көрсететін боласыз. Одан соң үшінші сұратылған қарыз сомасы. Қанша сома сұрап тұрсыз? 5 миллионға дейін бұл кредиттің максималды сомасы. 4 миллион, 5 миллион, 3 миллион өзіңіздің бизнесіңізге қажетті соманы жазасыз. Одан кейін төртінші сұратылған қарыз мерзімі. Егер кәсіпкерлік мақсаты болса, 5 жылды көрсетесіз, ал егерде мал шаруашылығы болса, 84 ай, 7 жылды көрсететін боласыз. Сыйақы мөлшерлемесі 2,5%. Одан кейін қарыз пайызын және негізгі соманы өтеу әдісі. Бұл жерде 3 түрлі кредиттік график шығады. Аннуитеттік, тең төлемдермен сіздің төлейтін сумаңыз тең бірдей болады. 5 жыл бойы бір суманы төлейсіз. Одан кейін сараланған. Ең тиімді түрі негізі осы сараланған деп айтамын. Себебі бұл жерде проценттің ставкаңыз төмен болады аннуитетке салыстырған кезде. Одан кейін икемді кестесі. Икемді кесте бұл жерде сіз 6 ай сайын төлейсіз, немесе 1 жылға дейін каникул аласыз ба, соны көрсетіп жазатын боласыз. Сіздің таңдайтын графигіңіз. Келесі, жеңілдікті кезең, бұл негізгі қарызы бойынша 6 ай немесе 1 жыл көрсетесіз. Ал сыйақы мөлшерлемесі бойынша да дәл солай көрсетіп қоясыз. Міндеттемелер бойынша ақпарат, кредиттер. Егер сіз басқа да бір банктерде кредитіңіз болса, қай банкте кредитіңіз бар, міне банктың атауын жазасыз, қарыздың мақсатын, тұтынушылық мақсатты алсаңыз, тұтынушылық, қарыздың сомасы, қанша қарызыңыз қалды, пайыздық мөлшерлемесін жазасыз, алынған күнін, өтеу күнін, негізгі қарыз бойынша қанша остатық қалды, қосымша түсіндірмелерге ашып түсіндіріп жазып қойсаңыз болады. Осынша уақытта төлеп құтыламын деген сияқты, немесе ертерек төлеймін деген секілді. 9-шы, өнімді сату нарығы.
және маркетинг стратегиясы. Бұл жерде үлкен көлемде етіп жазсаңыз да болады. Өзіңіздің алатын тауарыңыздың сипаттамасын, алынған өнімнің аймақтың ішкі нарықтағы өзінің қызметін, жоспарын, қай жерлерге сатасыз, базарлар, қасапхана, дүкен деп қойыпты міне. Облыстың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін. 10-шы бөлімде кепілдік қамтамасыз ету. Бұл жерде кепіл затының сипаттамасын, үйдің кепілдің егесі кім? Өзіңіз немесе үшінші тұлға болуы мүмкін, соның кепілгерді жазасыз. Орналасқан орны, Қазақстанның кез келген жеріндегі сіз кепілді қойып жаза аласыз, соның адресін жазасыз. Одан кейін оценка жасатасыз. Оценкадегі бағаны осында көрсетесіз. Кепіл құнын 50-60-70%-ға дейін көрсетсеңіз болады. Оценка үйді бағалайды ғой, үйді бағалағаннан кейін кепіл құнын өзіңіз шығарасыз. 11-ші мүліктің болуы, үй-жайлар, ауыл шаруашылық жерлері, мал, өндірістік үй-жайлар, дүкен, техника, машина, жабдықтар, басқа да жылжымалы және жылжымайтын мүліктер. Бұл жерде сіз өзіңіз таңдайсыз. Атауы мінекей көрсетіліп тұр мына мысалда. Одан кейін сіз 2 пәтер қоюыңыз мүмкін. Мысалы ауылдық жерде көлемі кішкене 2 пәтер қоюыңыз мүмкін. 5-5 миллионнан соның дана деп көрсетесіз. Одан кейін немесе шаршы метрін көрсетсеңіз болады. 120 шаршы метрлік үй деген сияқты. Оның санын көрсетесіз. Ықтималдық нарықтық құнындағы бағасын көрсетесіз сол заттың. Үй болса үй, жер болса жер, автокөлік болса автокөлік болғанда оның ішінде негізі техника основной. Одан кейін 12-ші қаржылық жоспар, кірістер мен шығыстар туралы полный жазамыз. Бұл жерде сіз өзіңіз табыс табатын түсім дегенге кірісіңіз жазасыз. Одан кейін осы өзіндік құнын жазасыз. Жалпы осы бизнес бойынша сізге қанша шығын кетеді? Мысалы, мал шаруашылығы болса, малдан түсетін табыстарды жеке көрсетсеңіз, одан кейін өзіндік құнында жем-шөбін көрсетсеңіз болады. Одан кейін түсімнен өзіндік құнын алып тастаймыз, жалпы пайда шығады, жалпы пайданы жазамыз. Одан соң осы бизнес үшін сізде басқа да қандай шығындар бар, соны көрсетесіз. Мысалы, айлық жалақыны көрсетесіз, тасымал құны бар, мал болса мал, немесе любой бір бизнес түрі болса, шлакоблок болса, оны жеткізіп беру қызметі бар, соны көрсетесіз. Егер мал шаруашылығы болса, ветеринариялық шығындар, дәрі-дәрмектер аласыз, соны көрсететін боласыз. Айлық табысты көрсетесіз, басқа да қандай жарық, электроэнергиясы кетуі мүмкін. Барлық өзіңіздің бизнесіңізге қатысты шығындарды толтырып шығасыз. Одан соң осы жалпы пайдадан осы бизнеске арналған шығындарды алып тастап, таза пайда шығады. Таза пайдадан кейін басқа да шығындар мен басқа да кірістерді толтырып, таза қалдықты шығарсаңыз болады. Егер басқа шығын жоқ болса, 0 деп көрсетіп, таза қалдықты жазатын боласыз. Ең соңында басшының қолы, тегі, аты, әкесінің атын толтырып, осылай толтыратын боласыздар. Баршаңызға сәттілік, жастар. Осы бизнес жоспар үлгісін өз пайдаларыңызға жаратады деген ойдамын. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойсаңыздар болады. Сау болыңыздар.